Араға бір ай салып, American Trip'тің 4-ші санын қабыл алдық. Ал осы жолы не қызық бар? Калифорния Нью-Йоркты қалай шулатты? Таймс-сквердегі бақталастық. Нью-Йорк фильм Академия грантын қалай ұтып алдым? Және бұл қалаға келем деушілерге әдемі лайфхактар. Ендеше Америка күнделігінің 4-ші саны назарларында. Так, игі жақсыларым, қаңғыбас трипті бастамай тұрып, бір нәрсені анықтап алайық. Шыны керек, бұл уже 4-ші бөлімі, және әр бөлімі өзінше қызыққа толы. Сендерден қолдау болса, менің де бұл контентті жасауға шабытым ашылады, және жиі шығаруға тырысамын. 2022 жыл майдың мамыражай кезі, және осыған дейін қатарынан 2 жыл атсалысқан Орта Азияға ортақ сайысқа осы жылда қатысуға бел буғанбыз. О, ну да, это я. Карманы 5К, тоқта. Съемкаға берілген 48 сағатты барынша ұтымды пайдаланып, базар атты туындыны назарларыңа ұсындық. Дала жарық, себебі съемкадан бағана ғана келдік. Әлі монтажды аяқтамадық, біз өте қатты басымыз ауырып кетті. Че там, брат, қалайсың? Саған өзін ақ тиім деп педі? Алып қаша салам деп ойлағам. Не в смысле алып қашып бара жатырсыңдар? Мен сендерге де малмын ба алып қашып жатыр? Менің әлемім ол сен. Солай да солай, уақыт өтіп жатты. Күнде істеп жүрген тірлік болғандықтан, съемка біз үшін қатты қиынға соққан жоқ. Алайда дәл осы жоба бізге Нью-Йоркқа жолдама әкелетіндігін ол кезде білмеген едік. Және қыркүйекте гала көрсетілімге команда болып барып, бас жүлденің бұйырғанынан хабардар болдық. Қалай қуанғанымызды көрсең ғой. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Құрметті достар, мен көп нәрсе айтқым келмейді. Мен тек сендерге мынаны көрсеткім келеді. Лучший фильм. Дүнкерстан. Снятие 48 часовтың ең лучший фильміне іліндік. Келесі жылы құдай қаласа Америка. So when do we get started? Араға 1 жыл салып, мен мінеки Нью-Йорк қаласындамын. Нью-Йорк фильм академиясында оқып, білім алып, қысқа метрлі фильмдер түсіріп, әйтеуір жақсы тәжірибе жинағаным рас. Кинодан көретін локацияларды көзбен тамашалап, көзайым болдым. Әрине, қаланың қызығы мен шыжығы да қатар жүреді емес пе? Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds to start us off out there. Temperatures staying in the high 40s. Tomorrow's forecast will be in the 60s. The beaches staying around 62. Ресми оқу бітті. Енді не істеу керек? Әрине, қаланың тыныс-тіршілігін, теңгестеудің амалын, әрекетін зерттегім келді. Оған қоса параллельно біраз контенттер түсіріп тастадық. Қазақстан телеарнасына да шығып үлгердік.
Қайырлы таң қазақ елі. Шыны керек, Америка елінде Нью-Йорктың төрінде жүрсек те Алматының бөктерін сағынған жайымыз бар. Дәл қазіргі сәтте мінекей қазақ ағайындармен жиналып, Қазақстандағы барша отандастарымызды республика күнімен құттықтағымыз келеді. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбіт күндеріміз мәңгі бола берсін. Менің есімім Ықылас Тұрсынбек, Нью-Йорк фильм академиясында фильммейкинг саласында оқып жатқан жайым бар. Құдай қаласа елге барып жақында керемет фильмдер түсіреміз. Рахмет. Бұйырса амандықта күтеміз. Және елден келген отандастарымыздың да контенттерін түсіріп қаржы таптық. Және мен зерттегім келген, ол Нью-Йорктың ең үлкен турист жүретін аймағы Таймс Сквер. Дәл мына $15. Ербол екеуміз қазір Таймс Скверде жүріп таптық. Бірінші клиентімізді түсіріп. Үндінің жұбына түсірдік. Ема, жылап қалған пар екен кәдімгі. $15 әрең беріп. Бірақ оның алдында олар біреуге түсірді $20. Быт фотолар. Біз бұларды просто бізге үлгі болсын деп алдық та, екеуін салыстырсақ біздікі идеальный. Қазір біз түсірген суреттер мұнда шығады, қараңыздар. Мен түсірдім, класс қояды әдемдеп. Кеттік ендеше, жалғастырамыз. Бұл бірінші күні, әрине, ал біз қатарынан 2 апта шықтық, және 2 аптадан кейінгі результат мынау. Әрине, бұл жақтың өз фотографтары болғандықтан сені көре алмай әңгіме шығаратыны тағы бар. Сол себепті де келесі оқиғаға тап болдық. Құрметті Нью-Йорктың қазақ жігіттеріне арналады. Дәл осы видео. Біз бүгін мына жерге қанша келдік? 8-де келдік. Қазір қанша болды? 1 болды. 5 сағат. 5 сағатта біз 3 жігіт $800 таптық. Сенесіңдер ма? $800 таптық. Опытсыз, дымсыз просто затымыз бар, қолдарымызда. Раз еще. iPhone и камера. Бітті, иә? Камера болды. Басқа ештеңе керек емес. Сондықтан үйде жата бермей бізге хабарласыңдар. Жұмыс бар, жұмыс тауып береміз. Покупайте наш авторский курс. Сондықтан давайте, дерзайте. Қазақтың жігіттеріне Таймс Сквер жаулаймыз жақында. Түсінгенім, Нью-Йоркта ақша табу әбден мүмкін. Және фото-видео саласындағы бауырларым үшін мүмкіндік тіпті көп десем де болады. Нарық бос, және оған өз басым көз жеткіздім. Осы орайда Тоқаевтың соңғы хабарламасы қатты қуантты. Креативті индустрияны көтеру керек деді. Сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в 3 крупных городах: Астана, Алматы, Шымкент. Регионы остаются без должного внимания. Это нужно исправить. Точки притяжения талантов, центры креативной индустрии должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе. Там же следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов. Особенности производственного процесса субъектов креативной индустрии не позволяют им полноценно участвовать в программах поддержки предпринимательства, получать финансирование. Считаю необходимым разработать отдельный пакет мер поддержки креативщиков. Ал Қазақстан қазір мобилография, видеография бойынша ерекше мүмкіндіктің тап алдында тұрғаны анық. Шапқылап жүріп жатқан күндердің бірінде Нью-Йоркке Фархат бауырымыз концерт өткізуге келді. Ол әрине Калифорния. Сонымен Нью-Йорк трип жалғасады. Бізде кезекті қонақтар келіп жатыр. Дәл қазір мен сіздерге көрсететін жігітті барлығыңыз танисыздар. Қазақстанның қазіргі жарық жұлдыздарының бірі Фархат. Калифорния. Қалайсың, брат? Қош келдің. Қош көрдік. Фархат келіп енді Нью-Йорктың сахналарын жармақшы. Және біз оған кәміл сенімдіміз. Ешкімді өсектемей, өзің өсесің. Өзіңнің еліңде өзің бүй, өзің өсесің. Өспейтін жерлерде неліктен өзің өсесің. Артынан өзің аласың, оның есесің. Естесің, дерзкий қызды, мэрсті, женственный. Ақсын алмаған бие, айғырға жемістемей. Give it to me, give it to me, give it to me, yeah. Give it to me, give it to me, yeah. Қаланы аралап, қызықты біраз контенттер түсірдік, және жақында жақсы дүниемен қуантамыз. Барынша Нью-Йорк атмосферасын сезіндіре алдым деп ойлаймын. Алайда бірден болды барамын деген ой келсе, алдымен жақсылап ойлан, себебі бұл қала әлемдегі ең қымбат қалалардың бірі, және өзіңді алып шығар өзің ғана. Ақылың мен еңбегің екі жақтаса, Абай атам көрінде сен үшін бір аунайтын болар. Сол себепті тәуекел етсең, жаман болмасың анық. Шетелге келіп, қазақ жастарының талантын көрсетсең, таңырқап қарайтын ел табылатынына күмәнім жоқ. Concrete jungle with dreams
Алтын Таймскер. Ал, мынау қазақтың жігіттері мінекей. Жатпайды, әрқайсысы сайдың тасында міне. Видео, фильм, мотивография, мінекей, love story. Шаңырақ. Строго перевод что шаңырақ. Сол мінекей жігіттермен жиналып қалдық енді. Келіңіздер Нью-Йоркқа, жаулайық бірге Қазақстан болып. Алға Қазақстан. Бәрекелді. Ей, балам. Егер де видео ұнаса, өз парақшаңа алып кет. Бұл менің еңбектеніп жасаған осы блогтың жалғасын табуға септігін тигізер еді. Сенімен болған Қаңғыбастың админі Ықылас. Көріскенше күн жақсы. Туысқандар Гуантанамода кірес керек қуантатын. Кішігірім Тони Монтаналары да бай вор бойымы толы қылтады.